Ütö күнүнен мен атым Семенов Тимур Харбала Хортос код найтес каверин ачтабин. Мен декладым ата Максим Амосов и Сидер Бараховка суруктарын туунан кылгас исхоана. Максим Амосов и Сидер Бараховка хетте суруктах үс обсядырстах ванны бир телеграмма. Телеграмма тынчыдау сүсүбе бир сылакка саға сирен автономиятын туунан. Кин комитет саға сиргер автономия берер кыммытын саға сирен салаячылара хебелеспедактар аны иккен баран турор соққа ден суруйбут. Икки сурук тынчыдау сүсүбе үс сылакка күндү Сидер дентен хагалабыт. Постоянно представительствоға үлели баран ярен әлбақ кенега ақпытын туунан суруер. Оны хете үлели баран инне Сидер Барахова кытта каратык ирсибиттері. Оны катаммат ден суруер. Мен сақа сирге телеға болаған, мен сақа сирин Москваға телеға боламын ден суруер. Үс сурук тынчыдау сүсүбе үс сылакка сақа сирин постерестатыгар үлетін сағалабытын оны дойду политическа тургун туунан Сидер Бараховка суруга. Сақа сирин тыга хаастыбытын бес сылабыланын хөбіріңа хоқоңыр бұттар ол копиятын әйяқа ұйтымден суруйбыт. Ленин елжібізін кайынттан Советский Союз 2 аңы хайдыбыт. Каменов, Зиновьев, Сталин, оны Троцкай. Төрді сурук Бараховка, Поповка, Аржиковка, Герценберга, Герешинга, Ленин өлбүтін туғынан суруер. Максим Амосов Совет старейшин кейрен Ленин көмірсе барар. Бәйіз сурук тынчыдау сүсүбете сыллаққа Бараховка, Аржиковка, оны аттырға ден хуруер. Ленин өлбүтін кайынттан сып-сап сиестер биппиттер. Ленин оны тугар Каменов, Зиновьев, Сталин болбуттар Троцкай елден авторитеті кытчабыт. Алты сурук тынчыдау сүсүбете сыллаққа Ленин оны тугар Сталин болбуттен суруер. Хетти сурук тынчыдау сүсүбете сыллаққа күнді шура оны Сидер дентен сурук хағаламыт. Ол кемге Максим Амосов елжі-хылжар оны бәғатын көрінін ден суруер. Ол кемге Москваға сыйыны бәға олария турар, үсті өтәрі сабарға олар бәкка хылжар. Ме сақа сергер иннек кынын ден сүбелир. Түміктен әттіққа Максим Амосов и Сидер Бараховка оны доғыттарығар олыс көмеліхер сүбелир тоғы бол турарын бардың суруер. Сургун қаған бағар күнді шура и Сидер оны сөпаға ден хуруер. Болғамтаз ең бұғы болар.